Көркем, не болды саған? Көңіл күйің жоқ қой, бәрі дұрыс па? Білмеймін. Енді всегда осылай бола ма? Өлеңгелі ешқайда шықпадық та ба? Мен бәрін басқаша елестетуші едім. Сенің көңіл күйінді қалай көтерсем болады айтшы. Давай қазір шығып қайтайық, киноға барайық. Рас па? Тек тыныш ешкімге білдірмей шығып кетейік. Мама көрсе тағы сөйлеп жүрер. Бәрі ұйықтап жатқан сияқты, вроде ешкім байқамады. Қандай кино көреміз? Мына комедия жақсы сияқты ғой. Жоқ, мен ужастик көргім кеп тұр. Ужастиктен қорықпайсың ба? Тут еще мелодрама бар екен. Жоқ, ужастик дедім ғой, ужастик! Ма, қырсықсың ғой! Ну смотри, только қорықтым деп миды ашытып жүрме. Кеттік, онда... Қазір мұна жерді көре алмайм мен! Көркем, расслабься, кино қояшын. Ойбай, ужас қой мынау! Аян кетекші болды! Көркем, кино көргізбедің ғой, өзің ғой ужас көрем деген. Неге ужас киноға келдік? Басқасын көріп керек еді, кетейікші болды! О, Құдай! Мә, сенің осындайыңды біліп айттым ғой, басқа кино көрейік деп. Қой, шынымен сол айттың ба? О, жесть! Сен қалай медицинскийда оқыдың, қаннан қорқасың ғой? Менікі жай фармацевтика ғой, қорықпай, мен я просто прикидывалась. Мына жақтың суши күшті екен, прям. Енді всегда осында келейікші. Сен осы жерік емессің бе? Суши деп миымды жедің ғой. Точно екқабат емессің бе? Қой! Осылай шығып тұрсақ та болады екен ғой? Ма, сағат 3 болыпты уже. Уақыт қалай тез өтіп кетті, ертең ұйықтап қалатын сияқтымыз ғой. Масаған есікті бір үшін құлтап тастапты ғой, прикин ашылмайды. Қойш, мә енді қалай кіреміз? Түн ішінде звонок бергеніміз ұят болар. Жоқ, звонок беру болмайды, мама оянып кетеді. Ту осындайда жадыра жеңгемде жоқ. Папаға звондасам ба екен. Алло? Алло, папа. Не ғой, есікті ашып жібересіз бе? Кім ей бұл? Түн ішінде звондап жатқан. Мен ғой Аян. Есікті ашыңшыдым. Көркем екеуміз келіп тұрмыз. Біреу ішінен құлтап тастапты. Достар, келесі бөлімді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар.